көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Алдарыңызда көңіл күйді көрсететін смайликтер жатыр, соны көтереміз. Кімнің қандай көңіл күйі бар? Кімге жетпей жатса қолыңызды бесіп. Көңіл күйіміз керемет, тамаша екен. Онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біздің пәніміз мемлекет тілде іс қағазын жүргізу. Соның үшін алдарыңызға мен бүгін сіздерге 3 қарт әкеліп қойдым. Себебі қарт неге жатады балдар? Іс қағазға жатады. Қарттың неше түрі бар? Қандай қарттар? Сенім қарт. Хабарлама хат. Жеке өзіңізге жазылған қарт, поштамен келетін ресми хаттар, солай ма? Мұнда бірінші хатты ашамыз, орындаймыз. Сәттілік тілеймін. Ашамыз бірінші хатты. Бірінші хатты ашамыз. Сұрақтарға тез-тез не істейміз? Жауап береміз. Өткен тақырыпта үй жұмысының сұрақтары дайындаламыз. Тақырыпта да жазылды балдар. Ауызша беріңіз, жазылшы. Ауызша береміз. Оған жазбаймыз, ол постер. Тез-тез дайындаламыз. Кім дайын болса айтуға болады. Ербол жауап берем дейсіз. Ерболды қошеметтеп жіберейікші балдар. Штат кестесін кім толтырады, штат кестесін апарады. Ол арнайы бұйрық құжат, сосын сол бұйрық арқылы лицензия алып, сосын арнайы бұйрық құжат, соған қарай директор қолдайды оған. Оны көбінесе кадр бөліміндегі қызметкерлер толтырады, немесе хатшылар толтырады. Штат кестесінің құрылымы ол белгілі сол бір мекемеде немесе кәсіпорында директорден бастап сол орындағы толық жұмысшылардың өзінің есімдері, өзінің атқаратын қызметтер, құқықтары жазылады толықтай құрылымына. Штатына. Өзінің лауазымдары әртүрлі. Кім қалай бағынып бұйрық шығаратыны. Әрқайсына әртүрлі өзінің бұйрығымен шығарты болады. Кім айтады? Отырағыш. Толықтыратын бар ма? Кім айтады? Кім дайын? Штат кестесінің құрылымы. Штат кестесінің құрылымы. Өткенде колледждің құрылымын. Кім айтады? Штат кестесінің құрылымы. Бірінші, штат кестесін кім толтырады дегенге толық жауап беріп кетейін. Жалпы штат кестесі негізгі бірінші бұйрықтан басталады. Бұйрық бойынша бұл жерде штаттық кестеде барлық лауазымдар бірінші директордан бастап, директордың орынбасарлары лауазымдары бекітіледі. Қарапайым жұмысшыларға дейін, яғни олар ұстаздар болуы мүмкін, немесе педагогтар, сол секілді психологтар, немесе сол секілді мамандар. Жалпы біріншіден директордың қолымен қатар бас есепшімен бекітіледі. Себебі бас есепші бұл жерде негізгі орындалады. Яғни бұл барлық айлық немесе жалақыларды есептейді. Құрылымына, штаттық кесте құрылымына жалақы есептеледі. Себебі бас есепші есептеген жағдайда штаттық кесте бойынша адамдарға жалақы бөлінеді. Одан бөлек штаттық кесте құрылымына жалақыдан бөлек салалық немесе өздерінің салалық заттары, өздерінің атақтары немесе салалық деңгейлері, одан бөлек педагогтық деңгей, сол секілді есепшілердің атаулары кіреді. Қайраш? Кесте бойынша штат кестесі, мектеп директоры, содан кейін педагогикалық кеңес, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, содан кейін оқу бөлімі болып бөлінеді. Директорының ғылыми әдістемелік іс жөніндегі орынбасары, әдіскерлік және білім беру пәндер болып бөлінеді.
директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, психолог, колледж жетекшілер, ұйым және секциялар, сосын есеп бөлімі болып бөлінеді. Директордың ақпараттық жұмысы жөніндегі орынбасары, кітапхана, мұрағат, іс жөніндегі орынбасарлар болып бөлінеді мектептегі. Біздің колледждің штаттық құрылымы. Иә, дұрыс. Ал мына топтан кім айтады? Еркен. Штаттық құрылымда ол кез келген мекемеде немесе кәсіпорындарда белгілі бір ұжымның, яғни ұйымның ішіндегі адамдардың, яғни өзінің қалай жұмыс жасалады, жұмысты жасау реті туралы жазылады, яғни оны көбінесе оның өзінің жазылатын толтырылатын құжаттары болады, ол арқылы яғни ол жерде директордың қарауымен болады, яғни одан кейін әдіскер немесе кез келген орындардың кадрлар бөлімі арқылы жасалынады. Жақсы, өтір. Наурыз. Енді мынандай сұрақ. Бірінші, мекемеде не болу керек? Лицензия болу керек. Лицензия, сосын не болу керек? Жарғы шарт, бұйрық. Жарғы болу керек. Жарғыда не зат көрсетіледі? Жарғыда ол өзінің қызметі, сосын әртүрлі Жарғы болмаса мекеме жұмыс жасай алмайды. Негіз сіздер табылады, солай ма? Жарайды. Енді мен сіздерді, балдар, мынандай біздің мемлекеттік істілі болғаннан кейін сіздерді мен асықпенен бағалайын деп отырмын. Себебі біздің асығымыз бұл біздің ұлттық ойындарымыздың бірі. Мына топ жақсы айтты, соның үшін әрбір асық 10 ұпай. 5 ұпай берем. Қошемет. Қолдыма не істейміз, балдар? Саламыз. Кейін не істейміз? Мына жерде 4 ұпай. 40 ұпай деген сөз. Саламыз. Мына жерде 3 ұпай. Қолдыма саламыз. Құрметті балалар, бізде жеке құжат деп неге айтамыз? Біздер жаңағы өмір есігін ашқанда біздер не аламыз қолдан? Куәлік аламыз. Содан кейін не аламыз? Сосын мектепте аттестат аламыз. Сосын тағы жеке құжаттарға қандай нелер жатады? жүргізуші куәлігі жатады. Қолымызды көтеріп айтамыз. Иә, сосын визалар жатады, мысалы басқа қалаға ұшатын кезде. Жүргізуші куәлігі жатады. Иә, сосын жұмысқа орналасу үшін не зат толтырамыз? Өтініш, сосын не толтырамыз? Еңбек кітапшасы бар, жеке куәлік. Не зат екен? Түйіндеме, өмірбаян. Не зат екен, балдар? Жеке құжаттарға жататын қайталаймыз. Өмірбаян, түйіндеме, жеке сыпайы, визит карточкасы, өтініш, арыз, мінездеме, кепілдеме, кеден мағлұмдамасы, жеделхат, қолхат. Кеден мағлұмдамасы. Енді өмірбаян деген не ол? Өзіміздің өмірбаянымыз. Туылған жылы. Өзі туралы ақпарат тұрып, өмірбаяннан туылған жылы, қай жерде туылғаны, қай жерде оқығаны барлығы. Өмірбаян жазып келген бар ма? Оқимыз өмірбаянды. Қайрат, оқы өмірбаянды. Өмірбаян туралы жылы, күні, айы, сосын ата-анасы, өзімдікі Айта берейін. туралы айы жылы, сосын қай өңірде, қай қалада, облыста туылғаны, қай жерде оқығаны, қай жерде диплом алғаны, қай жерде жұмыс істейтіні. Сосын тағы не қосылады?
қосатындар бар ма? Мирас, тағы не зат қосылады өмірбаянда? Отбасылық жағдай қосылады. Иә, отбасылық жағдай, сосын Қосымша ақпарат мінездеме болуы мүмкін, мысалы ол. Апа үйленген немесе үйленбеген апа. Иә, сосын Қайда оқығаны? Қайда тұратыны апай? қайда тұратыны, сосын оның не затқа икемділігі, қандай марапаттары бар, қандай мекемеде осыдан Жетістіктері апа. жетістіктері, солардың барлығы өмірбаянда нұсқа жазылады. Дұрыс. Енді түйіндеме деген не зат? Түйіндеме деген? Түйіндеме алдымен аты жөні, одан кейін туылған күн айы жылы, одан кейін қай жерде оқығаны, тұрмыстық жағдайы, өзі жайлы қысқа ақпарат болып табылады. Қысқа ақпараттың ішінде мінездеме кіреді. Біріншіден себебі оның қандай диплом санаты, мысалы кіші орта немесе жоғары оқу орнын бітіргені туралы, еңбек нормасы, яғни еңбек істеген жері, бұрынғы істеген жері болса сол жерде жұмыс істейді деп жазылады түйіндемеде. Одан кейін бітірген жерінен бөлек өзінің қызығушылығы, қандай тілдерді білетіні туралы жетістіктер жазылады. Дұрыс. Жеке іс парағы. Жеке іс парағы қашан толтырылады? Жұмысқа кірген Жұмысқа кірген кезде толтырылады. Бұл не зат? Бұда кішкене өзің туралы мәлімет. Сосын тағы не зат толтырамыз? Келісімшарт. Келісімшарт қалай толтырылады? Екі жақтың келісімі бойынша. Қол көтереміз. Мысалы, жұмысқа кіретін кезде, мысалы, жұмыс беруші және жұмысқа кіруші, яғни жұмыс беруші өзінің талаптарын қояды, яғни жұмыс уақыты осы уақыттан осы уақытқа дейін, демалыс уақыты осындай деген нәрселерді мен өзінің шарттарын қояды, яғни сол арқылы жұмысқа кіруші сол шарттарға келісетін болса, бұл ортада келісім шарт жасалады. Өзінің жаңағы жұмыс беруші де өзінің міндеттерін қояды. Сосын не зат көрсетіледі тағы? Қызмет түрі. Қызмет түрі көрсетіледі. Сосын не көрсетіледі? Өтемақы көрсетіледі. Өтемақысы көрсетіледі. Сосын неше күндік? жұмысын Неше сағат сағаты көрсетіледі. Сосын демалысқа шығатын күні көрсетіледі. Сосын тағы өтемақы, сосын жалақысы көрсетіледі. Дұрыс. Өтініш, арыз, бұл қалай жазылады? Қол көтереміз. Мысалға мектепке өтініш жасайтын болсам, жұмыс істеп жүріп, Жаңаөзен қаласы нөмір 2 орта мектеп директоры Омиргалиев Бексұлтанға Жаңабаев Қайраттан өтініш. Мен сізден 2022-2023 жылы дене тәрбиесі оқушысы ретінде қабылдауыңызды сұраймын. Өтініш. Тағы да қандай өтініш болу керек? жұмыстан шығу туралы өтініш болуы мүмкін. Жұмыстан шығу туралы өтініш белгілі бір себептермен өзінің жұмыстан шығу туралы өтініш болуы мүмкін, себебі өзінің жеке бас заттармен, одан жеке бас себептермен болуы мүмкін. Сосын өтініш кейбір жағдайларда ата-аналар сұрауы мүмкін, мысалы балаларына арналған өтініш. Одан бөлек қызметкерлердің өтініші бар. Дұрыс. Мінездеме. Ол қандай зат? Мінездеме деген ол. Қазір оқымай ақ қой, қазір мұнда тұрсыз ба? Иә, айта бер, мінездеме. Мінездеме, мен өзімнің досым. Ол қазір жазбай, отыр. Енді? Мінездеме деген. Яғни өзің туралы мінездеме жазуға болады, және өзің жазбайсың ол мінездемені. Мектептегі сіздерге кім жазып берді мінездемені осы оқуға түскенде? Психолог жазады, сосын кім жазады? Сынап жетекші жазады. Бұл жерде не жазылады мінездемеде? Ол тәртібі қол көтеріп айтамыз. мінездеме деген негізі әріптесімен мінездеме жазуға болады, жаңа қасында Дұрыс емес. Отыр.
келешекте біз мұғалім болатын жағдайда біздің оқушыларымызға, әр оқушымызға мінездеме береміз. Яғни мінездемеде оқушының мінезі, тәртібі, сабақта қалай болуы, сабақ үлгерімі, немесе спортқа қандай спорт түрлеріне қатысты, неге қызығады деген сияқты нәрселер жазылады. Яғни бұл баланың психологта жазылады. Яғни бұл психологтың өзінің баланы қарап көз алдында қалай жүргені туралы жазылатын мінездемесі. Дұрыс. Кепілдеме. Кепілдеме деген не? Расписка. Медициналық па? Жоқ, кепілдеме. Не заты кепілдеме? Не заты кепіл боласың? бір адам бар, мысалы, жалпы беруге, несие беруге де кепіл болатын адамдар бар. Мысалы, кепіл береді. Мысалы, ақша алатын кезде, несие алатын кезде бірдеңе кепілге қояды. Ол арқылы құжаттар толтырылады. Мысалы, ломбардта Кепілдікке қойып, несие алуға болады. Қайдан аламыз біздер? Банктен, сосын ломбард, қолхат. Қолхат ол Қолхат қай кезде берді? сұранған кезде Қолхат. Түсініктеме. Қай кезде жазамыз? жұмыстан кешіккен жағдайда, мысалға. Жұмыстан кешіккен жағдайда, мысалы, жұмыстан кешігіп, немесе қалып қойған жағдайда түсініктеме жазылады. Қандай себеппен, не үшін қалып қойғаны туралы белгілі бір себептер болса, сол себептер жазылады. Мысалы, қандай себептер қалғаны туралы. Бүгінгі тақырып бәрімізге түсінікті ма? Иә. Міне, жеке іс қағазы деген. Не деген? Тегі аты, есім аты, туған күн жылы, мекен жайы, жұмысы, негіздеме, бұл туралы куәлігінің берілген күні, тегі әкесінің аты, сосын ұлты. Бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін қай жақта тәрбиеленді, осылардың барлығы іс парағында жазылады. Өмірбаян, жаңағыдай. Өмірбаян кімдерге жазылады? Өзімізге жазамыз өмірбаянды. Жазушыларға, ғылым қызметкерлерге олар өмірбаян жазылады. Түйіндеме. белгілі бір тұлғаның аты жайы, телефоны, білімі, мамандығы. Игерлері жайлы нақты қысқа мәлімет беретін іс қағазға жатады. Мінездеме. Мінездемеде жаңағы айтқандай. Түсінікті ғой? Әр топтан бір студент ашамыз екінші конвертті. Тез мінездеме бір-бірімізге жазамыз. Жазсаңыз да болады, бұлай айтып берсем де болады. Топтық жұмыс. Өз араңызда екі ғана студент жазып мінездемені оқып бересіз. Дайынсыз ба? Жоқ, жақса береміз, оқимыз. Бір-бірден отырсыз. Сақтаймыз. Мінездеме Хасан Мирас Самбайұлы 2004 жылдың шілде айының 27 жылысында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келді. Ол 2019 жылы нөмірі 15 жалпы білім беретін мектепті тәмамдап, кәсіби жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжіне дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша оқуға түсті. Қазіргі таңда 4-ші курс студенті. Мирас өте қарапайым, мінезі ашық, ақкөңіл, адамдармен қарым-қатынасы жақсы, өзі жақсы ұстай алады, түсінігі өте мол, сабақ үлгерімі де жақсы, алға қойған арман мақсаттарына ұмтылуға тырысады. Мирас менің ең жақын досым. Мен Мираста болашақта үлкен үміт күтемін. Талай-талай биіктерді, белестерді бағындыратынына сенемін. Мен Мирасты
көптеген нәрселерді несиеме берген Махмудов Сейдуллин. Достар, қошеметтеп қояйық. Мирас. Несиеме берген Махмудов Сейдуллин. Махмудов Сейдуллин Махмудұлы 2004 жылы наурыз айының 24 жұлдызында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келген. Махмудов Сейдуллин 2019 жылы Жангелдин атындағы мектепті 9 сыныбынан аяқтап, сол жылы Жаңаөзен қаласындағы кәсіби жоғары педагогика және технологиялық колледжіне оқуға түсті. Қазіргі мамандығы дене тәрбиесі және спорт. Махмудов Сейдуллин ортада өзін ұстай білетін мінез-құлық ерекшелігі прагматик, яғни өте байсалды, қарапайым, сабырлы, бір істі бастаса соңына дейін жеткізетін. Сүйіндік сабақ үйлерінің жақсы, достары көпшіліктің алдындағы жауапкершілігімен ерекше көзге салады. Адамгершілігі бар, өзінің мамандығын алып шығатынына сенімдімін. Мінезіме берген Хасан Мирас Самбаев. Сұлтан Серік Алсы бірінші 2004 жылы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжінің 4-ші курс студенті. Колледжге 2019 жылы 1-ші курс студенті болып қабылданды. Мінезі өте ашық, кез келген ортаға тез бейімделіп кетеді. Өз бетінше шешім қабылдай алатын студент. Өз ортасына сыйлы, достары көп, ашық, жарқын, ер азамат. Колледжге келгелі артық қылықтар мен мінезін байқаған жоқпын. Ортада өзін ұстай біледі. Практика кезінде оқушылармен тез тіл тапсып, ұжыммен жақсы араласып кетуге тырысады. Серік болашақта жақсы маман иесі болатынына сенімдімін. Қазіргі таңда Серік спорт түріне өте жақын студент. Әсіресе волейбол мен спорт түріне мінезіме берген Бектенова Арке. Қабжанов Берік Нұрбайұлы 2001 жылы қарашаның 14-і күні туылған. Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжіне 1-ші курс студентім қабылданды. Қазіргі таңда 4-ші курс студенті. Қабжанов Берік өте ақылды, сабақтарға белсенді қатысады, мінезі ашық, әрдайым өз мақсатына жетуге тырысады. Қазіргі таңда топтың старсы, өте жоғары, әр спорттан жақсы, салауатты өмір салтын ұстанады, алкоголь емес есірткіге қолданбайды. Кім берген? Кім жазған? Қабжанов Берік. Кім жазған? Жаңабаев Қайрат. Ал, тағы бар ма? Бер. Жаңабаев Қайрат 2004 жылы 27 қыркүйекте Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келді. Жаңабаев Қайрат 2019 жылы Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжіне 1-ші курс студенті болып түсті. Қазіргі таңда Жаңабаев Қайрат 4-ші курс студенті болып табылады. Жаңабаев Қайрат өте сабырлы, өте ақылды, өте мейірімді студент. Сонымен қатар сөзге икемді және өзінің сүйіп ойнайтын волейбол спортының спорт мастері десек те болады. Шебері десек те болады. Жаңабаев Қайрат 3-ші және 4-ші курс аралығында өте белсенді, сабақтарға өте белсенді қатысады. Яғни сабақта өте белсенді, барлық сабақта үлгеруге тырысады. Мінездеме берген адамның танысып кетейікші. Мінездеме берген Қабжанов Берік. Мына топ, наурыз. Бектенова Арке 2004 жылы Жаңаөзен қаласында 2004 жылы 10 наурызда Жаңаөзен қаласында дүниеге келді. Бектенова Арке 2019 жылы Каспий жоғары және педагогика колледжіне 1-ші курс студенті болып, дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша оқуға түсті. Арке жалпы спортпен де жақсы айналысады, оның ішінде волейбол және футболмен жақсы айналысады. Мінезі өте ашық, адамдармен тез араласып кетеді. Болды ма? Кім берген екен? Кім екен? Мінезден берген Орақбаев Наурызбек. Бұл тапсырмамда жоғары деңгейде орындады деп санаймын. Енді келесі тапсырмаға өтеміз.
Üçüncü kat açarız. Mine kağıt kaldı. Ana yerden bulamazdı bak. Sırtına. Kalsana sırtına. Başlayın. Buradayız. Olda. Çok katıldı. Çok katıldı. Айтabilir misin? Жеке құжаттарға мысалға өмірбаян, өтініш, арыз және түйіндеме, мінездеме жатады, кепілдеме, сосын қасына тағы алады, енді кепілдеме жатады. Жалпы жеке іс құжаттарға мінездеме, өтініш кепілдеме де жатады. Кепілдемеден бөлек жаңағы кеден мағлұмдамасы да жатады. Одан бөлек жалпы өтініш, арыз хат, содан кейін қол хат та жатады. Қол хат белгілері бар. Осылай. Жарайсыңдар, отырыңдар. Мирас, кім келеді? Саламат келеді. Туып туралы куәлік береді. Дүниеге келгенде одан кейін жеке куәлігін алады. Аттестат арнайы мектепте 9 сынып немесе диплом алады, одан кейін жоғары оқу орындарында. Сосын әртүрлі банк карточкалары өзінің банк карталары. Сосын зейнетақы қорының құжаттары өзінің жеке құжаты болады. Неке куәлігі де өзінің жеке құжаты бар. Сосын спорт шебердің мастер спорт дейді. Кез келген спорттан өзінің спорт шеберін атса, ол өзінің жеке құжаты болады. Және де спорт шеберіне үміткер тұрады, ол да жеке өзіне болады. Сосын жүргізуші куәлігі алып жүргізеді. Қосатының бар ма саламат? Қосатының жоқ, бәрі. Дұрыс. Отырың. Жарайсың. Алып кет, алып кетші. Одан алмай ақ қой, ақсақтан ал. Жоғарда тұр ма, жоғарда? Жоғарда. Үстіңізді жейсің? Жеке құжаттар, бізде жеке құжаттар ең алдымен туу туралы куәліктен басталады. Яғни туу туралы куәлік ол өмірге келгенде ең бірінші берілетін құжат түрі болып саналады. Одан кейінгі жеке куәлік 16 жасқа толғанда берілетін құжат, яғни туу туралы куәліктің орнын басатын құжат болып саналады. Одан кейінгі бізде жүргізуші куәлігі ол көлік айдауға рұқсат етілетін құжат түрі болып саналады. Одан кейін виза ол шетелдерге шығу үшін, яғни өзімізге мемлекетімізден алынатын құжат түрі болып саналады. Одан кейінгі құжат түрлері аттестат, диплом. Яғни ол біздің оқу бітіргенде берілетін, яғни осы оқу орнын бітірді деген құжат болып саналады. Одан кейінгісі өмірбаян, мінездеме, өтініш. Бұл құжаттар көбінесе жұмысқа кіргенде немесе белгілі бір жерлерге өзіміз туралы ақпарат беру үшін арналған құжаттар болып саналады. Жарайсыңдар. Biz kadam alға, 5 қадам артқа әдісін қолданамыз. Келеміз әттоптан. Міне сұрақ
бағалаймыз. Келіп бер. Өтініш, арыз, түйіндеме құжаттың қай түріне жатады? Жеке іс құжаттарына жатады. Әдімде. Расписка дегеннің қазақшасы. Екінші. Атташеш? Екіншіге Расписка дегеннің қазақшасы кепілдеме. Жеке адамға қатысты құжат түрі жеке куәлік пен туу туралы куәлік, одан бөлек құжаттар, мысалы, айтылып кеткен. Айта берейін барлығын. Жеке куәлік, одан кейін туу туралы куәлік, сосын кейін жүргізуші куәлігі, одан бөлек басқа қалаларға немесе басқа жаққа, басқа елге ұшқан кезде берілетін виза. Мекемеде қандай жеке құжаттар жалпы еңбек кітапшасы жеке өзіне арналған құжаттары болып табылады. Сосын мінездеме, өмірбаян солар жатады. Түсініктемеге қойылатын қол. Тағы төртінші кезек. Түсініктемеге қойылатын қол бұл кімнің қолы қойылады? мектеп немесе жоқ түсініктеме жазғанда кім қоямыз қолды? өзіміз қоямыз. Белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздың түрі ол мінездеме. Мінездеме. Енді артқа 5 артқа жүресің. Бағалайсың бүгінгі сабақты 5 сөзбен бағалаймыз. 5 сөзбен артқа мына жерде қойып бер. Енді артына қарай кет. Көңілді, ақпаратты, содан кейін белсенді, одан кейін қызықты десек те бар. Сосын соңғы ұстазының жақсы өткізу. Рахмет. Мына топтан келеміз. Келеміз, Мирас. Тез жауап береміз. Әдімде тұрып, қадамда тұрып, 5 сағат. Өтініш, арыз, түйіндеме құжаттың қай түріне жатады? Жеке іс қағаздары жатады. Расписка дегеннің қазақшасы жеке адамға қатысты құжат түрі, жеке адамға қатысты құжат түрі, яғни туу туралы куәлік, жеке куәлік, көлік жүргізуші куәлік, және тағы мінездеме, және медициналық куәлік, өтініш, түйіндеме тағы жасаймыз. белгілі бір түсініктеме қойылатын қол өзіңнің қолың. белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздың түрі мінездеме. Енді артымызға кетеміз. 5 сөзбен бағалайсың. Көңілді, қызықты, белсенді, бәсекелестік, сауақтың жақсы болуы. Қадамымызды ақтайды, балар. 4, 5. Бірісі өтініш, арыз, түйіндеме құжаттың қай түріне? Ресми іс қағаздар. Расписканың деген қазақша түрі ол кепілдеме. Жеке адамға қатысты құжат түрі мінездеме, өмірбаян. Өтініште түсініктеме қойылады, ол өзінің қойылады, жазған адам. Белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздың түрі мінездеме. Бүгінгі сабақ жалпы. Бүгінгі сабақ жалпы қызықты өтті. Көңілді. Сосын тамаша өтті. Күшті өтті. Супер. Біз Қазақстан елінде тұрғанымызға мақтанамыз.
біз әрбір қазақ, осы Қазақстанда тұратын әрбір Қазақстан азаматы ол қазақ тілін білуге міндетті және іс-қағаздардың қайсы тілде толтыруымыз керек? Қазақ тілінде. Соның үшін бүгінгі сағатты мен әнұранмен аяқтайын деп тұрмын.